Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін 12 қазан біздің репортажымыз әлі де жалғасуда. Бүгін біз мектеп оқушыларының қазақ тілі және әдебиет пәніне деген қабілеттерін сынап көретін боламыз. Ендеше кеттік. Дәл қазір біз мектеп автобусының ішінде тұрмыз. Қазір біз мектеп оқушыларынан сауалнама жүргізбекшіміз. Ең алдымен Абайдың өлеңдерінен бастайық. Қазақтың үш бәйтерегін атап бере аласыз ба? Қазақтың үш бәйтерегі Сәкен Сейфуллин, Ильяс Жансүгіров және де Бейімбет Майлин. Қазақтың бес арысы Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы және Жүсіпбек Аймауытов. Дихан Жанетке Сұлтанқызы, бүгінгі автобустағы атмосфера сізге ұнады ма? Иә, әрине, балалар өте жақсы. Абай Құнанбаевтың ертісінде шарғай әнін айтып келді. Өте белсенді түрде. Және таңғы атмосферамыз өте көңілді өтті. Рахмет. Біз өзіміздің репортажымызды 91-ші мектептегі филиалымызды жалғастырамыз. Бұл мектепте біздің орыс тілі сыныптарымыз білім алуда. Ендеше оқушылардың тіл мерекесіне арналған іс-шарасын тамашалайық. Кеттік. Сәлем достар, біз бүгін қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің апталығының аясындағы қазақшаңыз қалай айдардың екінші күнін бастаймыз. Никита, сен дайынсың ба? Иә, дайын. Сәлем. Сәлем. Сен атың кім? Мен атым Наргиза. Сен қай сыныпта оқисың? Мен 9-шы сыныпта оқимын. Сен ұлтың кім? Менің ұлтым ұйғыр. Наргиза, сен қазақ тілін қандай деңгейде білесің? Менің ұлтым ұйғыр болғанымен, мен қазақ тілін жақсы меңгергенмін. Қазақ тілінің сен үшін маңызы қандай? Біз Қазақстанда тұрып жатқанымыз үшін мемлекеттік тілді, яғни қазақ тілін білу міндетті. Сен қазақ халқының туыстық атауларын білесің бе? Иә, білем. Ата, әже, әке, ана, жезде, жеңге, қарындас, ына және нағашы. Рахмет. Сәлеметсіз бе, Сабира Асылбекова? Қалыңыз қалай? Жақсы. Сіз бізге Абайдың бір өлеңі немесе әнін айтып бере аласыз ба? Әрине, айтып берейін. Ендеше сіздерге Абайдың өзім жақсы көретін бір ерекше әнін айтып берейін. Сегіз аяқ өлеңі. О, алыстан сермеп, жүректі тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайрылған. Толғауы тоқсан қызыл тіл сөйлеймін десең өзің біл. Ау, білгенге маржан, білмеске арзан, өрнегін сендей сала алмас. Өткірдің жүзін, кестенің бізін, білгендір бақырам ала алмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ, ой құлақ. Рахмет. Рахмет сізге.